Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоны көрместен бұрын каналыма тіркеліп, қоңыраушаның суретін баса кетуді ұмытпаңыздар. 22 аптадағы жүктілікті қуаныш пен оптимизм кезеңі деп атауға болады. Күтудің көп бөлігі артта қалады, ал ерте кезеңдегі ыңғайсыз көріністер әлде қайда аз көрінеді. Сіздер осы видеода 22 апта туралы егжей-тегжейлі ақпарат алатын боласыздар. Жүктіліктің 22 аптасы нәресте қалай дамиды? Сіздің балаңыз жылдам қарқынмен өсіп келеді. Оның денесі барған сайын тепе-тең бола бастайды. Нәресте күн сайын жаңа туған нәрестеге көбірек ұқсайды. Қабақтарда кірпікшелер шамамен 20 аптадан бастап өседі. Көздері мен аузы айқынырақ болады. Баланың қолдары мен аяқтары ұзарады. Кішкентай көбінесе аяқтарын бүгіп түзетеді. Қолдарын кездейсоқ жылжытады. Баланың миының көлемі мен массасы өсе береді. Сергектену кезеңінде нәресте өзін өте белсенді ұстайды. Бұл кезеңде нәресте саусақтарын сорып, саусақтары мен қол-аяқтарын созады, басын бұра бастайды. Қызықты ақпарат: нәрестедегі белсенділік кезеңдері 16 аптадан 20 сағатқа дейін созылуы мүмкін. Ұйқы кезеңдермен ауысады. Тез ұйқы сатысы уақыттың 50%-дан астамын құрайды, ал ересек адамдарда бұл ұйқы сатысы уақыттың шамамен 20%-ын құрайды. Жүктіліктің 22 аптасы болашақ ананың ағзасында не болады? Күтудің 6 айы жалғасуда. Бұл кезеңдегі жүкті әйелдердің көпшілігі жаттығулық толғағын жиі сезінеді. Кейбіреулер толғақ басталғаннан кейін босану мерзімінен бұрын басталуы мүмкін деп алаңдайды. Шынайы немесе жаттығулық толғақ Брэкстон Хиггстің толғақтары деп аталады. Бұл ағылшын дәрігері 19 ғасырдың аяғында бұл құбылысты бірінші болып сипаттады. Жаттығулық толғақ кезінде жатыр мойны ашылмайды. Бұл оларды нақты толғақтардан ерекшелендіреді. Дегенмен жүкті әйелдің жатыры сонда да жиырылады және әйел оның шиеленісін сезіну мүмкін. Бір фактпен бөлісе кетейін. Шындығында жүкті әйелдердің жатырындағы бұлшықеттер кейде жүктілік кезінде жиырылады. Бұл болашақ ананың ағзасын алдағы босану процесіне дайындаудың табиғи механизмі болып табылады екен. Ерте кезеңде болашақ ана мұндай қысқартуды байқамайды, бірақ жүктіліктің 20-22 апталарында ол байқала бастайды. Кеңес: егер толғақ ұзаққа созылса және ыңғайсыздық сезіммен бірге жүрсе, аздап су ішіңіз, жылы душ қабылдаңыз немесе ыңғайлы қалыпта демалуға тырысыңыз. Жақсырақ сол жақта жатыңыз, терең және біркелкі тыныс алыңыз. Сондай-ақ Брэкстон Хиггс толғақтары мен босанудың маңызды айырмашылығы қарқындылық. Жалған толғақтардың нақты ырғағы мен жүйелілігі жоқ. Босану толғағының ырғағы бір қалыпты және үдемелі қозғалады. Егер босану шынымен басталса, онда толғақ ұзарады. Олардың арасындағы уақыт аралығы тез қысқарып отырады. Жалған толғақ уақыт кестесінде болмайды. Тұрақты емес, бірақ болашақ анаға аздап ыңғайсыздық тудыруы мүмкін. Маңызды ақпарат: егер сіз осы белгілер кезінде қатты ауырсынуды сезінсеңіз, қанды бөліністер пайда болса, мүмкіндігінше тезірек кеңес алу үшін өзіңіздің дәрігерге жүгінгеніңіз маңызды. 22 апта мерзіміндегі тексерулер. Болашақ ана жүктіліктің 28 аптасына дейін айына бір рет дәрігерге баруы керек. Дәрігерге барғанда қысым мен соғысты өлшейді, жатырдың түбінің тұру биіктігін өлшейді, ананың өсіп келе жатқан ішінің шеңберін өлшейді. Науқасты жалпы тексеруден өткізеді, баланың жүрек соғысын тыңдайды. Жатырдың ұлғаюы. Болашақ ананың ішкі мүшелерінің жатырдың тез ұлғаюына байланысты біртіндеп ығыстырылады, нәрестеге жеткілікті орын береді. Осыған байланысты жүкті әйелде ыңғайсыздық сезімі болуы мүмкін. Қолайсыздықты азайту үшін арқаңызды тегіс ұстап, креслода мығым арқамен отыру ұсынылады. Сондай-ақ жұмыста үзіліс жасау, арнайы жаттығулар жасау, жиі демалу маңызды. Перзентханаға сөмке жинау. Болашақ аналардың көпшілігі босануға жүктіліктің соңғы апталарында емес, алдын ала дайындалуды жөн көреді. Мұны перзентханаға сөмке жинауға да жатқызуға болады. Жүктіліктің 6 айында қажет болған жағдайда қажетті минималды заттарды сатып алу үшін өте қолайлы кезең болып табылады. Көбінесе перзентханаға арналған сөмкеге жеке күтім құралдары мен дәретхана керек заттарды, киім-кешек пен іш киім, аяқ киім, айырбастау картасы және басқа да қажетті құжаттар кіреді. Егер жедел босану мүмкіндігі болса, кесірттілігі, онда сөмкеге компрессиялық іш киім мен шұлық салу керек. Жаңа туған нәрестеге арналған гигиеналық құралдар мен киім жиынтығының болуын қадағалаңыз. Сондай-ақ сіз перзентханаға бере алатын қажетті заттардың тізімін қарап шығуыңыз керек. Жүктіліктің 22 аптасы болашақ ана ретінде сіз үшін таңғажайып жаңа ашылулардың уақыты. Нәрестенің дүниеге келуін күту жалғасуда және осы оқиғаға мұқият дайындалуға әлі уақытыңыз жеткілікті. Жоғарыда айтылған ақпараттар сізге пайдалы болған болса, жүкті таныстарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Комментарий жазып, лайк баса кетуді де ұмытпаңыздар.